Арнаға қош келдіңіз. Зәкіржан молда. Әңгіме авторы Бейімбет Майлин. Қалдыбайды жанына ертіп, Зәкіржан молда Төрттөбе еліне асты. Төрттөбе елі бай, мешітті ел. Төрттөбе еліне Зәкіржан молда жыл сайын барады. Елді басынан аяғына дейін қыдырады, қайыр садақасын алады. Бірер ай жүріп оралғанда, қалыңнан алған малдай шұбыртып, 30-40 қараны айдап қайтады. Қалдыбай Зәкіржан молданың мүриті есебіндегі адам. Екеуінің жасы қатар, сыры бірге, бірінің ымын бірі табады. Жайшылықта ел көзінен оңашада екеуі әзілдесіп те алады. Боқтасып, ұрсысып та алады. Бірақ тым шиеленіп кетпейтіндей ұрыстары кексіз болады. Ел көзінде қалыптары екінші түрлі. Сәлдені қатарлай орап, ақ сырмақты шапанды желең салып, көзді жұмып, мүлгіп Зәкіржан отырады. Зәкіржанның қасы мен қабағына қарап, айтқанын аяқ ұшымен жүріп орындап Қалдыбай жүреді. Тақсыр, намаз уақыты болды, дәрет алмайсыз ба деп, Қалдыбай құманға жүгіреді. Жай намазын жайып, таспиғын қолына ұстатады. Зәкіржан молда зілденіп жай намаздың үстінде шарт жүгініп отырып, қара кітапты ашып күбірлеп оқиды. Я Алла деп қояды ол оқтасанда. Зәкіржанның даусы шыққанда Қалдыбай селк етіп кетеді. Төрттөбе елі Зәкіржанды да сыйлайды, Қалдыбайды да сыйлайды. Жастығына қарамай Құдай жолына шын берілген адам деп Зәкіржанды мақтайды. Ақ үстінен қараны танымаса да, адамын тауып жолдас болған деп Қалдыбайды мақтайды. Зәкіржан молда келіпті деп естісе, Төрттөбе елінің шалдары, шүйделі жуандары лек-легімен шұбырады. Зәкіржанның жанына ереді. Зәкіржанды қыдыртып, соның құрметінде жүреді. Зәкіржан шариғат соғады. Жұмақ тамықты жыр қылып өтеді. Пайғамбардың тарихын айтады. Пайғамбардың хадисін оқиды. Ой, жарықтығай деп Қалдыбай көтеріп қояды. Жұрт ынтасы одан жаман құриды. Әсіресе заманақыр туралы сөз қозғалғанда шалдар мүлде елжіреп, кемсеңдеп жылап алатындары да болады. Тақсыр, осы садақаның септігі қандай дейді Қалдыбай. Садақа ауырмалықты көтереді, жұмаққа жол ашады. Таңда мақшар күнінде төбеңде ұстайтын көлеңкең болады. Бай, Құдай тағаланың өзі де әлдау деп тыңдаушылардың біреуі қостап қояды. Төрттөбе елінен қайтқанда, еліне жақындаған сайын Зәкіржан мен Қалдыбай жол бойы керісумен болады. Мына Шабдар Байталды мен алам дейді Қалдыбай. Жоқ, үйтіп ақымақ болма. Бұл мал маған берілген. Мен батамды беріп алғам. Таңдамасын өзім деп, Зәкіржан молданың ұзын тұмсығы қусырыла түседі. Қалдыбай мұртын тікірейтіп, көзін қылиландырып, Зәкіржанның бетіне қарайды. Осы сөзіңді қой, Зәкіржан. Неге? Қит етсе батаңды айтасың. Батаңмен кімді жарылқамақсың? Батаң мал беретін болса, жұрт үйіңе әкеліп бермес пе еді? Әкеліп берген жан жоқ. Өзіміз жүріп жинадық. Еңбегіміз бір дейсіңді. Шынына қалғанда, сенен гөрі менің еңбегім көпсіңді. Беті кенет сұрғылданып, езуі жыбырлап, ашуға тығылғаннан Зәкіржан сөйлей алмай тұтығып қалады. Қалдыбайды тап сол сағатында ит етінен жек көреді. Оны ертіп шыққаны үшін өзіне кейиді. Ақымақ-ау, біле білсең Шабдар Байталды Ұлбосын бәйбішенің басынан алып отырмыз. Құран шығарған мен, дәуірін айналдырған мен, жаназасын оқыған мен. Зәкіржанның не айтқалы келе жатқанын Қалдыбай алдын ала біледі. Тыңдағысы келмейді. Атын борбайлап, шашау шыққан уақ малдарды қайырып топқа келіп тығады. Біраз үндемей жүріп, бұлттан шыққан күндей бір мезгілде жадырайды. Әй Зәкіржан, сенде үміт жоқ. Әйтпесе менің еңбегіме таласатын не жөнің бар? Бәрінде қой. Әнеугі түннің өзі неге татиды, білесің бе деп күлімсірейді. Ой, ақымақ деп Зәкіржан да күліп жібереді. Екеуі де жадырап, малды қақпалап жолға салып, көрген білгендерін сөз қыла бастайды. Мәз күліседі. Бірінің ісіне бірі риза болады. Сол жолғың жарады дейді Қалдыбай Зәкіржанды көңілдендіру үшін. Жолдас бола жүргенде, саған сол жолы риза болдым дейді Зәкіржан шын риза боп. Аршалының бойында Әлімбайдың қыстауы бар. Ауылы жаз жайлауда болады.
шағырмен селеумен көміліп мола құсап қыстауы қалады. Қыстауда қыбыр еткен жан болмайды. Әлімбайдың қыстауын күзетіп Қоңқа дейтін кедей қалады. Ол бұрынғы әдеті бойынша қаралашық үйін қыстаудан шеткерек жол өтерге апарып тігеді. Сынық мүйіз қоңыр сиыр қара лашықтан тым ұзап кетпей оттайды да жүреді. Қоңқаның қатыны Қалампыр сынық ашалы бақанды сүйретіп, қоңыр сиырды айнала қуады. Арам қатқыр, алысырақ барып жайылса қайтеді, бұзауды отқа жібертпейді. Жіберсем, жанасып еміп қояды деп қарғап сілеп жүргені. Жағың қарыссын, қатын, жағың қарысқырау, жалғыз сиыр арам қатса, сыныңа келерсің деп Қоңқа үйде жатып кейиді. Саусағымен жіп талдап, үй көлеңкесінде Қоңқаның қызы Қаныш отырады. Қолы жұмыс істесе, ойы әлде қайда. Әлде қайда болғанда, қыс бойы бірге отырған ауылды ойлайды, көрші қолаңды ойлайды. 6 айғы қыс солармен араласып өткізген өмірді ойлайды. Кәрлі қыз, әлемді бір уысына сыйдырып бүрген қыз Қанышқа қандай қымбатты. Өйткені Қаныш қысты заман құрбысымен ойнап күліп жүріп өткізеді. Ойын тойдың ішінде болады. Мынау жаз желкілдеген көгорай, самалды салқын түн Қанышты жұбата алмайды. Қаныштың ойын бөле алмайды. Табиғаттың осы көркемдігіне қосымша Қаныштың ойын бөлген тең құрбысы бірге болса, Қаныш бүйтіп мұңаймас еді. Қара көзі күлімдеп, қалыңдау ернін жымыра түсіп, Қаныш өмірге жайраңдап қараған болар еді. Қара лашық үй Қоңқаны жерітеді. Қоңқа жайлауды ойлайды. Үкілі құрақты көлді, сапырған салқын қымызды ойлайды. Ойлаған сайын дәті шыдамай, ақ таяқты қолға алып, жайлау қайдасың деп жаяу жөнеледі. Өзің барсаң болды, молаңды күзетіп қаршадай қызбен мен отырайын. Сөйтіп жүргенде бізді біреу өлтіріп кетсін деп, Қалампыр әрі-бері бұрқылдайды. Бұрқылдағанмен Қоңқаның қарасы үзілген соң көңіліне аяушылық кіреді. Сарша тамыз ыстықта 40 шақырым жайлауға жаяу жету оңай ма? Шөлдейді ғой, жүдейді ғой деп аяйды. Қоңқаның жайлауға кеткеніне 4-5 күн болған, әлі қайтқан жоқ. Иесіз қыстауда елегізіп Қалампыр мен Қаныш отыр. Түн бойына екеуі де ұйқы көре алмайды. Қайдағы жоқтар, ертегідегі айтылған жын перлер ойға келіп түседі. Қалың шағырды сыбдырлатып ойнап жүрген сияқты. Жарқ еткізіп от жағып, сақылдасып күлген сияқты болады. Қалампыр Қаныштан жасырып, ішінен ғана аз-мұз білетін дұғасын оқынады. Қаныш сезіп шошып жүрмесін деп ойлайды. Қаныштың ойында да қорқу бар. Бірақ ол тап Қалампыр сияқты қорқа қоймайды. Ол көбіне өзінің ойымен шұғылданады. Қысқы өмірді ойлайды. Ойнап күлген замандастарды ойлайды. Сәтбайдың үйінде болған шілдехана есіне түседі. Ол бір естен кетпейтін ойын еді. Ауылдың бозбаласы қыз қырқыны тегіс жиналған. Ыбырсыған адамның көптігінен аяқ басатын жер жоқ. Үй ысып, адамның демімен буланып, шам қалтылдап сөніп қалғалы тұр. Маңдайдан аққан терді орамалмен сүрте түсіп, жұрт ойынмен болып жатыр. Қанеки қарындас, қолыңды тос деп, Ахметбек дейтін жігіт Қанышқа төне қапты. Қолында ескен белбеу бар. Белбеумен құлаштап ұрмақшы. Бет ажары күлімсіреген сияқты болады. Көзі басқа жақта. Қанышқа қадалып қарамайды. Қаныш оған қадала қарап күлімсірейді. Ақырын ұрыңыз деп назданады. Әрі-беріден соң ойынды өзгерту керек деп біреу ұсыныс кіргізеді. Қандай? Бөкет, өлеңді бастаймыз. Домбыра жағалап Ахметбекке келді. Ахметбек домбыраны сәндеп ұстады. Құлағын бұрап баптады. Тамағын бірер кенеп алып ән салды. Даусы барлық қандау. Жастардың көбі оның өлеңін керексінбегендей өзара сөздерімен болып отыр. Ахметбектің әнін бағаламаған үшін Қаныш оларға кейиді. Өзі өлердей боп ынтығып, ауылым көшіп қонды Керменкөлге, Керменкөл келісті көл серуендерге. Қайғының бұлты дырап жазылып ед, қалқатай уәдеңді берген жерде. Қаныштың ойына Ахметбек түссе, оның айтатын осы өлеңі бірге шыңылдайды құлақтан. Осы өлеңнің соңғы шумағын Қаныш өзіне арнап айтылған сияқты көреді.
Қалампырдың жер ошаққа жаққан оты сөнді. Аспан қара көрпесін бетіне бүркенді. Самсап жұлдыз шықты. Түн тынып, маужырап мүлгіді де қалды. Ұзамай қара жолдың үстінде ат тұяғының дыбысы білінді. Жолдаяқ шәу етіп үріп еді, дыбыс бәсеңдеп, дабырлап адам сөйлегендей болды. Қалампыр да қаныштай елең етіп құлақтарын тіге қойды. Апырмай, жүргінші болар ма? Біздікіне келіп неге қонбайды екен деп елегізіп отырған қаныш. Жолдаяқ үруін үдетті. Дыбысы жақындады. Қараңдап келіп қалды. Екі салт атты екен. Үйге төніп келіп, «Уа, кім бар?» деді. «Біз бармыз», деді Қалампыр қуанып кеткен кісідей. Аттарын қаңтара салып, екі кісі түсе қалысты. Жақын келіп амандық сұрасты. Қалампыр өз жайын айтып шығып, «Өздеріңіз кім боласыздар?» деді қонақтарға. «Зәкіржан молданы естуіңіз бар шығар, мына кісі сол» деп жолдасы жөн айтты. Бұлар Зәкіржан мен Қалдыбай болып шықты. Қалампыр адам айтқысыз қуанды. Жалма-жан от жағып, ас әзірлейін деп еді, шаршап келдік, жатып ұйықтаймыз деп қонақтар тамаққа ыңғай бермеді. Шырша жандырып, жарық қылып, ескі текеметті алып, Қаныш төр алдына төседі. Текемет үстіне салатын көрпе жастық болмады. Қалампыр жалпылдап жайын айтып жатыр. «Ойбай жеңге, біз сөгетін адам емеспіз. Ықыласыңызға ризамыз» деп Қалдыбай Қалампыр жағынан жамбастап киімшең қисайды. Қоңқаның лашығы 4 кісіні тығыз сыйғызатын секілденді. «Жеңгей, сізге тым жақындап кеттім. Ұйқысырап жүрсем айып қылмассыз» деп Қалдыбай жатарда әзілде айтып алды. Қонақтардан бұрын Қалампыр мен Қаныш ұйқыға шомды. Қалдыбай Зәкіржанды шынтағымен түртті. «Әй, ояумысың?» «Ояумын». «Тұр, еңбекте». «Шошып жүрсе, шешесі оянып кетсе қайтеміз?» «Қорықпа, Құдайға сыйынып өзім жайын табам». Зәкіржан молда сәждеге бас игендей төрттағандап еңбектеп келеді. «Әй, бұ кім?» «Әже, әже» деп Қаныш шошынып, Қалампыр да шошып оянып, басын көтергенше болмай, «Жеңгей, бері келіңіз, тысқа шығып келейік» деп Қалдыбай оны қолынан сүйрелеп еріксіз далаға шығарды. Таң сызат берген кезде Зәкіржан мен Қалдыбай атқа мініп жөнелді. Қалампыр мен Қаныш өлі екендерінде, тірі екендерінде білмей мең-зең болып, солықтарын баса алмай жылап қала берді. Поселкенің пиваханасында Қалдыбай мен Зәкіржан отыр. Алдары толған шыны, жүздері қызарыңқы. «Ақтан алып жіберейін бе?» деді Қалдыбай жымыңдап. «Қайдам, ауылға барамыз-ау. Ол шіркінің тентек болып жүрмесе» деді молда күлімсіреп. «Қорықпа, былай шығып ұйықтаймыз. Бұл бүгінгі түннің тойы» деп Қалдыбай сықылықтап күлді. «Әй ақмақ, сен жарайсың, саған риза болдым. Маған тағы құйып жіберші» деп молдекең рюмкені Қалдыбайға ұсынды. Маңдайынан сорғалаған терді сүртейін деп қалтасынан орамал алғанда, ащы шектей шұбатылып таспиқы да шығып, рюмкедегі араққа малынды. «Астапыралла» деп күбірлеп, молда таспиғын қалтасына қайта тықты. Арақ үстіндегі әңгіменің көбі өткен түннің қызығы болды. Сол күні күн батар кезде әдеттегі қалпымен қаланың малдары, шошқалары өрістен қайтты. Қаланың орта шеніндегі қызыл төбелі үйдің тұсынан өткенде, қой, ешкі, сиырлар бір нәрседен одырайысып, үріккендей боппа, жиіркенгендей боппа бұрылысып кетіп жатты. Өйткені сол үйдің алдында жер сүзе құлап молда мен мүрит жатыр еді. Мал сияқты осқырып қашпай, шошқалар Зәкіржан молданы жағалап, әлденеге тұмсықтары мен түрткілесіп кетіп жатты. Тамақтан торыққан қызыл төбет сұғанақтық істеп, молданың құсығын жалаймын деп сүйреңдеген қызыл тілін абайсызда молданың аузына да тигізіп алды. Соңы 1928 жыл. Әңгіме авторы Бейімбет Майлин. Құрметті кітап сүйер тыңдарман, арнаға тіркеліп лайк басып пікір жазыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.